Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында майдандағы сарбаздар соңғы демі қалғанша жан аямай күрессе, тылдағы еңбекте толас тауып көрген жоқ. Ауыл шаруашылығында еңбектенген ерлердің майданға тартылуына байланысты олардың орнын елде қалған қариялар, әйелдер мен балалар басты. Осылайша сарбаздарды азық-түлікпен, шикізатпен, елде қалған әйелдер, балалар мен қарт адамдардың қамтамасыз еткені тарихтан белгілі. Сондықтан 9 мамыр жеңіс күні соғыс кезінде тылда бел жазбай еңбек еткен тыл ардагерлердің де мерекесі екені айқын. Бала болса да, тылдағы тірліктің бел ортасында жүрген Сәрсенбаева Назира Әмірғали қызы бұл күні 93 жаста. Бала кезінде, соғыс кезінде не көрмедік, бәрін көрдік. Күршім районында Қыстау-Күршім деген ауыл бар. Сонда тұрдық. 43-ші жылы күзде әкемізді майданға әкетті. Біз шешемізбен қалдық. Және шаға бәтін кесін қолын ұстап, айғайлап, жаңайлап жүгіріп келет, ортағы жақтан. Сосын бұл, шүйінші, соғыс бітті деп айғайлайды. Бәріміз қуанып, ол кезде машин жоқ. Жерден арбаға атын шегіп, бәрімізді арбаға отырғызып, орталыққа келдік. Орталыққа келсе келдір. Көп қалды, шулап жатқандары да бар. Сөйтіп, 45-ші жылы соғыс бітті деп қуандық. Әжеміз балалығының бал күндерін еңбекке арнап, 11 жасынан-ақ майданда жүрген әкесі мен басқа қазақ сарбаздарын азық-түлікпен, керек-жарақпен қамтамасыз ету үшін еңбекке ерте араласты. Анасымен бірге жер жыртты, егін егіп, бидай тарыны майданға жөнелтуге атсалысты. Кішкентай бауырын арқалап жүріп, Сталинград түбегіндегі әкесінің аман келуін тілеген бүлдіршін еңбектен өзін аяған емес. Біз көрген бейнетті ұрпағымыз көрмей, бейбіт күннің қадірін білсе екен дейміз. Еліміз өсіп, өркендей берсін. Тек жер бетінде тыныштық заман болып, ұрпағымыз аман болсын. Бейбіт күннің байрағы биік тұрсын деп тілегін білдірді Назира әжеміз.